Ең үздік мектеп біздің мектеп. Себебі грек-рим күресінің жүлдегері Шыңғыс Қазымбетов, ауған соғысының батыры Имамадин Тұрғанбаев, ерлік үшін медалінің иегерлері Ерлан Язов, Нұржан Жедиханов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Рақымжан Бақытжанов сынды ел мақтанышына айналған тұлғалар Әліби Жангелдин атындағы орта мектептен шықты. Спортты жанына серік еткен бұл түлектер білім алған тұста мектепте спорттық жабдықтар болмағанды. Дегенмен Жангелдин поселкесінің тұрғыны қадірлі атана Серік Төлемісов спортқа тартқан бір қатар жігіттер бүгінде өз балаларын спортқа үйретуде. Қазіргі таңда спорт зал талапқа сай болмаса да, тіпті балалардың шешінетін бөлмесі жоқ десе де, жігер оты кеудесінде маздап жанған мәңгілік елдің ұрпағы спортқа деген сүйіспеншілігін жойған емес. Мұз айдындағы қызықты ойын, шаңғы жарысындағы шымырлық, жасыл алаңдағы футбол турнирі, шапшаңдық пен шыдамдылыққа жетелеген үстел теннисі, кез келген кабинетті ойын алаңына айналдырып жіберетін тоғызқұмалақ, шашка, шахмат ойындары, кең көшені спорт алаң етіп жүгіретін кросс, жеңіл атлетика секілді спорт түрлері оқушының да, ұстаздың да, ата-ананың да саламатты өмір салтын сақтауға септігін тигізіп келеді. Спорт жерге, ұлтқа бөлінбейтін ұғым. Сондықтан инклюзивті білім беру де, дене тәрбиесі пәнінде бір сәт ескерусіз қалған емес. Біз бәріміз бірдейміз, бөлінуді білмейміз деген девиз біздің мектеп ұжымындағы үштік одақ ата-ана, шәкірт, ұстазды біріктіріп келеді. Қалашықтағы ер азаматтардың жасөспірімдермен бірлесе хоккей, футбол, волейбол ойнап, ауладағы жанкүйерлердің көп болуы елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылған біздің мақсатқа жету үшін санамыз ісімізден озық жүруі тиіс деген сөзін іспен дәлелдеп жатқандай. Мінез құлық прагматизмі нақты мақсатқа жету, білім алу, саламатты өмір салтын ұстануды құраса, спорт руханилықтың бастауы. Ол жас талғамайды, өмірдегі қиындықты жеңе алатын, өзін сергек, таза ұстайтын жан, спортты сүйген адам. Мұндай шәкірттер мектептегі үйірмелерден олимпиада жеңістеріне адымдап барады. Адам бойындағы асыл қасиеттерді жетілдіретін спортты сүйген бүгінгі шәкірттер арасында 4 республика, 25 облыс чемпионы бар. Бұлар биіктерді бірге бағындырар тарландар. Қазақстан Республикасы білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған бағдарламасында рухани жетілген, дене бітімі жақсы дамыған, бәсекеге қабілетті, саламатты өмір салтын насихаттаған тұлға қалыптастыруда мақсат еткен біздің мектеп ең үздік мектеп.